Темірланның бойшаң және қол ұзындығын көріп отырмыз. Сейд Садри, Ардабили өте шымыр денелеген. Соққылары мығым. Тек алыс қашықтықтан қолын ұстап, қолмен тіреп, жеппен ұпайды еншілеу қажет. Өте жақсы қазір. Байқау қажет. Қазір енді мына Сейд Садридің жұдырығы жойқын. Жұдырығы қатты қазір. Өте құлашта бұрған соққылар мінекей өкінішке қарай отандасымызға дәл тиіп жатыр. Бұл Темірлан Мұқатаевты өздеріңізге мәлім. Жасөспірімдер арасында 2021 жылы өте жақсы жекпе-жектерге және жетістіктерге жеткен. Өте тамаша мінекей көрдіңіздер. Қазір екі боксшы да біраз күш жұмсады. Әсіресе Ардабили Темірланның ырғағына еремін деп біраз күшімен сарпып мінекей атыламын деп жүріп, бірақ сонда да қайтпас қайсар екенін көрсетті. Сыйластық осылай қалу керек дегенмен келі салмақ дәрежесінде, яғни осы салмақта өте тәжірибелі боксшы Абзал Құттыбековті 4-1 есебімен жеңіп, алтыннан алқа таққан. Осындай жекпе-жектерді көрермен назарына еске салып өтейік. Әрине өздеріңіз дәл осы Билайн аренада боксшының біраз жекпе-жектерін көріп, өздеріңізге таныс боксшылар барлығы. Өте тамаша мінекей. Қазір бір емес бірнеше соққыларын тартып алды қазір. Сейд Садри, Ардабили бір бұрышқа тіреп алған Темірлан және нокдаун ашылды. Ал Темірлан Мұқатаев қырғызстандық Бекболу Мұрасбековті Қырғызстан елінің өкілі. Бірінші раундта бірнеше рет нокдаунға жіберіп, бірнеше тартысты кездесуде көзге түскен.
Mine, tағы да бір рет. Тағы да мәрте. Екінші мәрте. Ардабилиді нокдаунға жіберді. Осымен жекпе-жек тоқтатуға ұйғарды енді. Ардабилидің шамасы бітті. Шарасы таусылды. 26. Abandon of the opponent in 1 minute 55 seconds of round 2. Winner is blue corner boxer from Kazakhstan, Темірлан Мұхатаев. Осылайша Темірлан Мұхатаев финалға жолдама алды. Ал енді Темірлан асықпай